Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Жас аналардағы жиі қойылатын сұрақтардың бірі нәрестелердің ішек түйілуі, яғни коликалар. Коликалардың дамуына келетін себептер, мүмкін болатын себептері. Баладағы коликалардың емдеу тәсілі. Осы және өзге де сұрақтардың жауабын осы видео барысында көретін боласыздар. Нәресте жасындағы балалардың жылаудың ең жиі кездесетін себептерінің бірі колика болып табылады. Колика кезінде омырау жасындағы балаларда шыдатпайтын қатты қайталамалы ішектегі ауырсыну болады. Сондықтан нәресте тоқтаусыз өте қатты жылайды. Таң қалдыратын факт, медициналық ғылым әлі күнге дейін нәрестелердегі іштің осындай түйілуінің не себептен пайда болатынын білмейді. Этиологиясы бойынша жиі тараған гипотеза нәрестенің тамақтануы кезінде немесе жылауы кезінде жұтылатын ауа. Бала ішіндегі бұл ауа толықтай дамымаған асқазан және ішек қабырғаларына қысым береді, қатты ауырсыну тудырады. Көп жағдайларда колика ұстамасы нәрестелерде 3-4 сағаттан соң, 2-3 айдан бастап 1,5-2 сағаттан басталып отырады. Колика әлем бойынша 30% балаларда кездеседі екен. Теориялық тұрғыда нәрестелерде колика дамуына әкелетін себептер. Омыраудағы баланың омырауы үшін дұрыс қармап ембеуі. Емізіп болған соң баланы тік ұстап кекіртпеу. Ұзақ уақыт жылайтын нәресте. Артық тамақтану. Мүмкін болатын себептер: ас қорыту жолының жетілмеуі, дисбактериоз. Нәрестенің жоғарғы физикалық және психологиялық сезімталдылығы, анасының көңіл күйінің өзгерістері, емі өзгерістері, ана сүтіндегі лактозаны қорыта алмауы болуы мүмкін. Егер нәрестеңіз іші желденіп ауыратын болса, мына тәсілдерді орындап көріңіз. Балаңыз аштықтан ұзақ уақыт жыламастан бұрын тамақтандырыңыз. Нәрестелер аштықтан жылаған кезде ауа жұтады. Қарны қатты ашқан нәресте тамақтана бастағанда әдеттегіден көбірек және тезірек ауа жұтады. Егер сіздің балаңыз оянып жыласа және соңғы тамақтанудан бері кемінде 1-2 сағат өткен болса, тағы бір рет тамақтандырыңыз. Іш желдетуін тудыратын факторлардың басында ана немесе бөтелке болғанына қарамастан нәрестелерді сору проблемасы келеді. Бала анасын тез сорса ауа жұтады және іші желденеді. Сондықтан нәрестенің емгенінде кеуденің толық ұстап, ауа жұтпауын қадағалауыңыз керек. Нәрестенің тамақтандырғаннан кейін бірден желін шығару керек. Тіпті сору арасында да, яғни бір емшектен екіншісіне ауыстырғанда іштің желдеуін басу маңызды. Баланы емізгеннен кейін 25 минут бойы тізеңізде тік ұстаңыз. Бұл асқазан мен клапанның босаңсуына мүмкіндік береді және іш желденуінде біршама жеңілдетеді. Бөтелкемен тамақтандырғанда қосымша кекіруге мүмкіндік беру үшін нәрестеңізді тамақтандырғаннан кейін бірнеше минут бойы тік күйде ұстаңыз. Сондай-ақ нәрестеңіздің тым тез жұтып қоймайтындай және шашыратпай тамақтандыруға көмектесетінін көру үшін әртүрлі емізіктер және бөтелке пішіндермен сынап көріңіз. Әртүрлі нәрестелер үшін әртүрлі бөтелкелер ыңғайлы болуы мүмкін. Егер сіз бөтелкемен тамақтандыратын болсаңыз, тесік тым үлкен немесе тым кішкентай емес екеніне көз жеткізіңіз. Балаңыздың жасына сәйкес бөтелке сатып алуға және пайдалануға ерекше назар аударыңыз. Егер ол жел шығаруға қиналып жатса, баланы 1 минутқа жатқызыңыз, содан кейін оны тік көтеріп қайталап көріңіз. Ішпен жату уақытын созыңыз. Балаңыз күндіз ояу болғанда ішпен жатуға көбірек уақыт бөліңіз. Баланың аяғын жылы ұстау маңызды. Аяғы суық балаларда іш желдену мәселесі жиі кездеседі. Нәрестелер ұйықтап жатқанда аяқтарын жиі тексеріп тұру керек. Егер олар салқын болса, оларды жылы суға арналған дорбамен ұстау керек. Бөлменің температурасы тым ыстық немесе тым салқын болмау керек. Нәрестенің желдену ауруын кетіру үшін асқазанға жеңіл қысым жасайтын және іш желденуін кетіретін қолайлы келесі маневрлар жасау керек. Нәрестені жерге теріс қаратып тізеңізге жатқызыңыз. Оңға қарай арқасын уқалау нәрестенің желін шығаруға тиімді. Тамақтандырғаннан кейін асқазанына қарай жайлап қысатындай қылып баланың иегін иығынан ұстап тұру және арқасынан ысқылау іш желдеуін басуға көмектеседі. Асқазанға қатты қысым жасамауға тырысыңыз, себебі желін шығарған кезде құсып жіберуі мүмкін. Балаңызды тамақтандырғаннан кейін 15-20 минуттан оның аяғын велосипед педалін тұрғандай баяу жылжытыңыз. Сәбилер шамадан тыс ыстыққа, тар киімге, отбасылық проблемаға, үйде адамның толып кетуіне шамадан тыс ескеріп отырғандарға мазасыздық және шамадан тыс жылау арқылы наразылық көрсетеді. Нәрестелер жылдам өскен кезде көбірек емгісі келеді. Іші желдескен баланы қалай жұбатуға болады? Әрбір нәрестені тыныштандыратын әдіс әртүрлі болуы мүмкін. Ол үшін әртүрлі әдісті пайдаланып сынау керек. Келесі әдістерді қолданып көріңіз.
Баланы көрпеге орау, асқазанның үстіне ыстық орамал қою, нәрестені жуу, содан кейін органикалық зәйтүн майы немесе нәресте майымен уқалау. Қабырғадан бастап кіндігіне дейін айналмалы қозғалыспен жасалған массаж іш желденуін басуға көмектеседі. Ақ шу деп аталатын кейбір дыбыстарды тыңдау. Жаңа туылған нәрестелерде өте жоғарғы әсер ететін бұл дыбыстарды нәрестені тыныштандыру үшін қолдануға болады. Дыбыс ана құрсағындағы дыбыстарды ұсауы мүмкін. Бұл дауыстардың шаңсорғыш және шаш кептіргіш сияқты аппараттарды қосу арқылы пайда болуы ықтимал. Өзін қауіпсіз сезінетін нәрестенің ұйықтату одан жеңіл болады. Бесік жырын немесе тыныштандыратын музыканы ойнату. Көліктеп ауырып, жылап жатқан нәрестені құшақта ұйықтату да тиімді. Балаларды арбасымен серуендеу, емізікті пайдалану. Нәрестедегі іш желденуі мәселесінде тиімді дәрі жоқ. Педиатр Комаровскийдің айтуы бойынша нәрестелердегі коликаның ең пайдалы емі уақыт және ата-ананың шыдамдылығы. Жоғарыда айтылған ақпараттар сізге пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.